Рамадан айының соңына келмесі мұнасибеті ile кечірілген Ораза байрамы бұл сене июнның 4-не келді. Рамаданның соңғы күнеш қавышы ile әр шейденіше. Шеваль айының ил күні башланаве Ораза байрамы келе. Бұдаққадан әр бір мұсылман Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям пейғамберінен белгіленген шын тантанының бір қысмы ола. Киевді ислам мәдениет мерkezіне тахминен 5000 адам келді. Олар байрам намазыны қылды ве аненеви ашлар пашырды. Адамлар Аллахтан оразаларыны қабул, günahlarını ise афу etmesini ve iyilik bağışlamasını istеп müracaat etті. Этот праздник для всех мусульман Украины. Бу байрам бүтін Украина мусульманларына бізде де байрам олғанын ақында бір избаттыр. Эльхамдулилля, пек чоқ адам топлашып, біз бар олғанымызны білдірдік. Бу байрам мусульманлар мында чоқ ве біз байрамларымызны более тантанылы шекелде кечірмеге череміз олғанымызны избатлай. И сегодняшнего дня, уже после праздничной молитвы... Бүгін мусульман дүниясы олу мусульман байрамны қайдете бу байрам оразаны ве Рамазан айыны биткенini білдіре. Ве бүгін байрам намазындан сон еркез бір-біріні хайырлай. Қуваналар, чай қаве ичелер, бір-біріні мұсафірлікке дәвететелер, мезарлықларға баралар. Ораза байрам 3 күн девам етежек. Ве о исламда ең парлақ байрамларындандыр.